Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған дүниетану пәні бойынша менің құқықтарым мен міндеттерім тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. 30-шы сабақ. Бүгінгі оқу мақсатымыз Конституцияның қоғам өміріндегі маңызы туралы қорытындылар жасау. Қазақстан Республикасының азаматы ретінде жеке тұлғаның демократиялық құқықтары, бостандықтары, міндеттерінен мысалдар келтіру. Өмірбаяндық мәліметтеріне сүйене отырып, шығармашылық және еңбек салаларындағы көрнекті қайраткерлердің елімізге сіңірген еңбегі туралы қорытынды жасау. Дескрипторы. Конституцияның адам өміріндегі маңызын білесің. Қазақстан азаматтарының құқықтары мен міндеттері жайлы оқып танысасың. Тірек сөздерді бірге қайталайық. Конституция, адам құқығы, міндеттері, кемсітушілік. Берілген түсінікті оқып шығып, сөздің мағынасын есіңде сақта. Азамат. Құқықтық негізде белгілі бір мемлекеттің құрамында болатын адам. Конвенция. Қол қойғандардың барлығы жазылғандарды мүлтіксіз орындауы тиіс құжат. Кемсітушілік. Адамға немесе белгілі бір топқа тең дәрежеде қарым-қатынас жасамау. Алан, мына жерде балаларды құтқарамыз деп жазылыпты. Иә, Дана, бұл дүниежүзілік балалар құқығын қорғау ұйымының төсбелгісі. Оны 1919 жылы мұғалім және адамдардың құқығын қорғаушы Эгланд Айн Джеб пен оның әпкесі Дороти Бакстон екеуі құрған. 1924 жылы Женевада Ұлттар лигасы халықаралық ұйымы Эгланд Айн Джеб дайындаған балалар құқығы туралы декларациясын бекітті. Қазіргі уақытта ол құжаттың түпнұсқасы Женева қалалық мұрағатында сақталып тұр. 1990 жылдың қыркүйегінен бастап Женева декларациясының негізінде дайындалған балалар құқығы туралы Біріккен ұлттар ұйымының конвенциясы күшіне енді. Бұл әлемдегі барлық баланың құқығын анықтайтын негізгі құжат. Біріккен ұлттар ұйымға мүше елдердің көбі конвенция талабын орындауды міндетімізге аламыз деп оған қол қойды. Қазақстан Республикасы 1994 жылдың 8 маусымында бала құқығы туралы конвенцияға қол қойды. ЮНИСЕФ негізінен бала құқығы туралы конвенция талаптарын орындайтын өмір, денсаулық, балалар құқығы үшін күресетін халықаралық мекеме. ЮНИСЕФ өз мақсатын жүзеге асыру үшін әртүрлі елде тұратын ерікті елшілердің көмегіне жүгінеді. Әнші және композитор Батырхан Шүкенов Біріккен ұлттар ұйымының Қазақстандағы тұңғыш ерікті елшісі болды. Алан, бала құқығы туралы конвенция менің де құқығымды қорғай ма? Я, Дана, әлбетте. Ал сенікінші? Менікін де қорғайды. Бірақ сен бала емессің ғой? Дана, конвенция бойынша адам 18 жасқа дейін бала деп есептеледі. Және құжатта жазылған барлық құқықтарға ие болады. Алан, менің қандай құқықтарым бар? Міне, Дана, қара, және есіңе сақтап ал.
Біздің елімізде бала құқығы туралы конвенциямен бірдей дәрежеде Қазақстан Республикасының Конституциясы бала құқығын қорғайды. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының бала құқығы туралы заңы бар. Конституцияда жазылған адам құқығы мен бостандығы туралы заңдарын оқып таныстыңдар. Ендеше Қазақстан Республикасы Конституциясының 14-ші бабын қалай түсінгендеріңді айтып беріңдер. Және де суреттер бойынша өздеріңнің міндеттеріңді айтып беріңдер. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.